Алматы қаржы құқықтық және технологиялық колледжі, есептеу техникасы және программалық қамтамасыздандыру мамандығы, алгоритмдеу және программалау негіздері пәнінен бүгінгі өтілетін сабағымыздың тақырыбы цикл операторы, параметрлік қайталау операторы, арнайы пән оқытушысы Жанат Қожанқызы. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты білім алушыларды Паскаль тілінің параметрлік қайталау операторымен таныстыру, for операторымен таныстырып, программа құруға дағдыландыру. Білім алушылардың Паскаль программалау тілінде есеп шығару мүмкіндіктерін, логикалық ойлау қабілеттерін дамыту. Білім алушыларды тиянақтылыққа, ұқыптылыққа тәрбиелеу. Цикл операторы. Көп жағдайда аргументтердің әртүрлі мәні бойынша алгоритмнің белгілі бір бөліктерін бірнеше рет қайталауға тура келеді. Осындай процестерді ұйымдастыру үшін циклдық құрылымды алгоритмдер, қайталау операторлары қолданылады. Цикл деп программадағы қайталанатын әрекетті айтады. Паскаль тілінде қайталау операторының 3 түрі бар. Бірінші, параметрлік цикл, яғни бұл бізге алдын ала қанша қайталау қажет екендігін білген кезде пайдаланатын оператор. Бұл параметрлік цикл операторына for to do және for down to do операторлары жатады. Екінші, шартты алдын ала тексеру циклы. Бұған while do операторларын пайдаланамыз. Үшінші, шартты соңынан тексеру. Бұған repeat until операторларын пайдаланамыз. Бүгінгі сабағымызда біз параметрлі цикл, яғни алдын ала бізге қанша қайталау қажет екендігі белгілі кезде пайдаланатын for қайталау операторын қарастырамыз. Бұл for қайталау операторының жазылу түрі келесідей болады. Мұндағы for үшін do орындау, to дейін деген қызметші сөздер. Циклдың басқару айнымалысы бүтін сан integer болады. Яғни соған сәйкес цикл параметрлерінің бастапқы және соңғы мәндері де бүтін сандар болады. Егер қадамымыз плюс 1-ге тең болған жағдайда, онда бізде to do операторлары орындалып, цикл денесі ішіндегі операторлар орындалады. Егер қадамымыз минус 1-ге тең болған жағдайда, онда down to do операторлары қолданылып, цикл денесінің ішіндегі операторларды орындайды. Енді осы for қайталау операторына есеп шығарайық. Яғни for қайталау операторы бізге алдын ала қанша қайталау қажет екендігі белгілі болған кезде пайдаланады. Мысалы, алғашқы 10 натурал санының қосындысын және көбейтіндісін табатын программаны қарастырайық. Бізге алғашқы 10 санымыз белгілі және біздің қызметші сөзіміз қайталау командасын орындау үшін қажет, және бұл жерде s, p бүтін сандар. Біз s деп қосындыны, p деп көбейтіндіні алып отырмыз. Программаның циклдың денесі басталады, begin және end сөздерімен басталап аяқталады. Бұл жерде p тең 1 деп отырғанымыз бізге математикадан белгілі болғандай көбейтіндінің алғашқы мәнін 1-ге тең деп аламыз. Ал s тең 0, яғни бізде қосындының бастапқы мәні. For I to 1 to 10 do, яғни біздің циклымыз 1-ден бастап 10-ға дейін қайталанады. Яғни осы цикл 1-ден 10-ға дейін қайталанған кезде біздегі цикл денесінің ішіндегі, яғни begin, end сөздерінің қызметші сөздерінің, яғни команданың ішіндегі операторлар орындалады. Яғни s тең s қосылған I, яғни s қосындының табамыз. Қосындының бастапқы мәніне I, яғни forдағы 1-ден 10-ға дейінгі сандарды кезектестіріп қосып шығады. Ал p бұл жердегі көбейтудің мәндері. Осылай цикл 1-ден 10-ға дейін 10 рет қайталанып орындалып, баспаға бізге қосындының мәнін және көбейтіндінің мәнін шығарып береді. Тура осы 10 натурал санның қосындысын және көбейтіндісін керісінше бағытта шығаратын болсақ, бұл жерде тек for циклында I
тең 10-нан down to do 1 do, яғни 10-нан 1-ге дейін керісінше орында деген операторды ғана қолданамыз. Бүгінгі сабағымызда өткендей for қайталау операторымен, яғни алдын ала бізге қанша рет қайталанатыны белгілі болған кезде пайдаланатын for қайталау операторына есеп шығарайық. Мысалға, Паскаль тілінде есеп шығаратын болсақ, новый проект ашып алып, ол жерде Паскаль тілінде 10-ға дейінгі сандарды баспаға шығару есебін қарастырайық. Яғни бізде 10-ға дейінгі сандарды баспаға шығару программасын жазайық. Яғни программаға ат бердік, және келесі айнымалыларды сипаттау бөлімі бізде айнымалыларды сипаттау бөлімінде тек и қызметі сөзін аламыз, ол integer, бүтін сан. Бізде циклдың теңесі, яғни begin end арасында бізде, яғни біз for циклын қайталау операторын пайдаланамыз. For I, яғни қызметі сөзіміз тең болады 1-ден 1 do 10 do, яғни 1-ден 10-ға дейін бізге баспаға шығарып бер дейміз. Яғни баспаға шығару бізде write on. Write on ішіне біз айды мәнін, яғни 1-ден 10-ға дейінгі мәнді баспаға шығар деп жазамыз. Яғни енді программамызды біз тексереміз. Шығарып берді. Енді керісінше біз 1-ден 10-ға дейінгі сандарды емес, керісінше 10-нан 1-ге дейінгі, или 10-нан 1-ге дейін емес, мысалға 5-ден 1-ге дейінгі сандарды шығаратын болсақ, онда біз down to, яғни кему ретімен down to операторын пайдаланамыз 5-ден 1-ге дейін. Яғни қайтадан орындайтын болсақ, онда бізде баспаға 5, 4, 3, 2, 1 деген сандарды шығарып берді. Осылай біз басқа да тапсырмаларды орындаймыз. Осы өткен сабақтан қорытындылап және өзімізге білген мәліметтерді қорыта келе өз күшімізбен тапсырмалар орындайық. Бірінші, n факториалды есептеу программасын жазамыз. Екінші, 5 санының көбейту кестесін экранға шығаратын программа құрыңдар. Үшінші, A символынан Z символына дейін және керісінше бағытта экранға шығаратын программа құрыңдар.